Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін венский вафлиді 3 минутта пісіретін боламыз. Осындай өте жұмсақ, дәмді болып шығатын венский вафлиді бірге жасаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа керек. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 100 грамм қант қосамыз. 100 грамм қант аз десеңіздер, үстіне тағы да 150 граммға дейін қосуларыңызға болады. Бірақ 100 грамм қанттың өзі өте тәтті болып дәм береді. Оның үстіне 100 грамм ертілген сары май қосамыз. Майымызды да қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне осындай 150-200 граммдай қаймақ болмаса мен маңыз қостым. Өте жұмсақтық, дәмділік, ерекше дәм беретін осы қаймақтың арқасында. Болмаса домашний йогурт қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және де ұн қосамыз. 200 грамм ұн жетеді. Алды бұрын елегіштен өткізілген ұнымызды салып араластырамыз. Жақсылап ұнда ешқандай комок қалмайтындай араластырып, үстіне 1,5 чай қасық разрыхлитель қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Үстіне ең соңынан бал қосамыз. Бал бізге дәм береді. Үйіңізде болмаса қоспай қойсаңыз да болады. 1-2 чай қасық бал қоссаңыз, вафлиге ерекше дәм береді. Балымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай қоймалжың қамыр шығу керек. Қызып тұрған вафлицаны майлап, үстіне прям қызып тұру керек, ыстық болып. Үстіне қамырымызды саламыз. Жан жағына жайып, тегістейміз. Бір жерге ғана жайсақ, жан жағынан шығып кетуі мүмкін, сондықтан тегістейміз. Толық бетіне тегістейміз вафлицаның. Жауып қоямыз. Мендегі вафлицадан 1,5 минутта осындай вафли пісті. Ерекше жұп-жұмсақ, дәмі де балдың дәмі қосылғандықтан, балдың дәмі бар, қаймақтың дәмі бар. Өте жұмсақ болып шықты. Үстіне бал қосып, кез келген начинка қосып, таңғы асқа 3 минут, 5 минутта жасап жесеңіздер болады. Бұл рецепт ерекше рецепт деп білемін. Мұндай жұмсақтық, егер көп пісіріп қойсаңыз, келесі күнге де қалдырсаңыз болады. Ешқандай қатып қалмайды вафлиңіз. Ас болсын достар.